Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын шоколадный пирог жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. 3 жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Оның үстіне сүтімізді құйып, және де сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Ұнымызға какаоны саламыз, және оның үстіне разрыхителімізді салып, жақсылап араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді міндетті түрде електен өткізіп саламыз, және де 2-3 бөлікке салып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Формасына мән бермеңіздер, ол пергаменттің кесірінен солай болып шықты. Үстіне қара шоколадымызды ерітіп, сары маймен глазур жасап, соны құйып шығамыз. Және де холодильникқа 2 сағатқа салып қоямыз. Бетіндегі глазуры қату керек, сонда біздің пышағымызға жағылмай әдемі болып тұрады. Менде какао, натуральды какао, италиянікі, сол үшін осындай өте қара реңді түсті берді. Сіздер де қолданып көріңіздер, өте керемет болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, аман болыңыздар.